Жақында ғана 10 жастағы баланы питбулл иттері талап, бірнеше жарақат алған. Әңгіменің сұхбатында енді сол иттің иесі итті өлтірген адамға түрмеге түссін немесе штраф берсін, айыппұл салу. По-моему, уха не было уже, правое ухо оторвано. И кровью рот заливал, и он одним глазом глянул, говорит, дядя. Оңалту орталығының директоры иттердің иесі Алмас сөзінше, оқиға болған күні бала иттерді өзі ашуландырған дейді. Балалар орталықтың қоршауының жанында ойнап жүрген. Бір уақытта қоршауға көтеріліп, иттерді мазақ етіп ызаландырды. Аулада 5 айлық 2 күшік болды. Үлкен иттер қоршауда отырды. 2 бала иттерді ашуландырды. Bir кезде баланы екінші күзетілген аумаққа итеріп жіберді. Бізде балалардың аумаққа бара жатқан түсірілген видеосы бар. Содан кейін балалардың дауысы ғана естілді. Бала жерге құлап айқайлай бастады. Екіншісі қашып кетті. Шамасы ол көмекке адам шақырғысы келді дейді. Что-то он сказал, я уже не помню. Он говорит, помогите. Я, ребенка жалко, а этот питбуль, он взял, я думал, замашонный, как раз он за ноги и трепал. Халиевтің айтуынша, балаға күшіктер шабуыл жасаған. Бала жабық қақпадан өте алмай қалды. Оны баланы құтқарған адам ашты. Ол кісі баланы алып шығу үшін есікті ашып ішке кірді. Ер адам аумаққа кіріп, 2 күшікті сол жерде пышақтаған. Жалпы олар дәрменсіз күшіктер. Ал ер адам болса оны пышақтап тастады. Енді ол кісіні оқиғаның күзетілген аумақтан тыс жерде болғанын айтып отыр. Иттер ешқашан аумақтан тыс жерде жүрген емес. Бұл жағдай сыртта емес, іште болды дейді орталық директоры. Я его первым зарезал. А потом эта овчарка не дает, она за плечо таскает пацана. Я то вокруг бегал и перепрыгнул через пацана и зарезал эту овчарку. А сегодня на меня, говорит, 2 собаки дорогие, будешь платить. А как бы поступил любой, там что, ребенка надо было, чтобы загрызла собака? Я должен был смотреть, стоять на это. Ребенок кричал, он просил о помощи. Да, он еще живой, он живой пацан, уже калека. Этого пацана покусали, все, он весь в шрамах был. Там такая собака. А вот эти, они говорят, за забором, говорят, пацан был. Не то, что за забором пацан, там, приведите меня, там у вас щелоча, если он перепрыгнет, он оттуда-то этих собак не вылезет. А там пацан щупленький, он там, вот такой вот пацан. И говорит через забор утром. Это я не знаю. Я вот так вот выручил этого мальчика, и он в больнице, говорит, и что это за... Сөйтіп сен құлағын көрдің ба, қалып қалған? Құлағын? Мен сол жерге барғанда көрдім, сосын скорый алып кеткенде, сосын мен мына жерде бір разборка ғой, сосын мен келгем, сосын қарасам кішкентай кусок құлақ жатыр. Сосын ағай деген қуып жіберді мені, мен кетіп қалдым. Орталық директордың айтуынша, иттер мекеме аумағында тұрады және белгілі бір дәреже қауіпсіздік қызметін атқарады. Ол жануарларды ұстау ережелерін сақтайтын және қоршауда 5 жылдан бері абайлаңыз, зұлым иттер деген белгі ілініп тұрған жеткізді. Еске салайық, бұған дейін ит таланған баланың анасы Екатерина хабарласқан едік. Ол ұлының жағдайы ауыр, беті мен денесі жараланған дейді. Иттердің оңалту орталығына тиесілі екені анықталды. Анасы барлық құжатты жинап сотқа жүгінбек. Ұмтыл округінің әкімі мен полиция оқиғаны растады. Ит иелеріне айыппұл салынып, сотқа дейін тергеу басталды. Балаға көмек көрсету үшін жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлер қаражат жинап жатыр.